Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді медовиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл медовиктің ерекшелігі ешқандай оқтау қолданбайсыз, жайып әуре сарсаңға салынбайсыз, яғни жасалу жолы оңай, ал дәмі енді тіл үйіреді. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Бұл медовик кез келген мерекелік дастархандарыңыздың сәніне айналады, сондықтан осы рецептпен жасап көруді ұсынамын. Менің өзімнің ең жақсы көретін рецепттерімнің бірі. Ең алдымен кез келген балымызды водяная баняда жақсылап қыздырып аламыз. Міне осылай водяная баняда балымыз ериді, толыққанды қайнамайды, бірақ та қызады, жақсылап тұрып ысиды бал. Осы тұста 2 чайная ложка ас содасын қосамыз. Қыздар, натуральный мед қана болу керек деген шарт емес, не натуральный балды да қолданып жасасаңыздар болады. Ешқандай айырмашылық болмайды. Соданы қосқаннан кейін, бал мен сода араласқаннан кейін жақсы көпіршік пайда болады. Осы көпіршіктің болғаны өте абзал, себебі соданың дәмі шығып кетпейді, яғни толыққанды осылай балмен қосылып, сода көпіру керек. Міне біздің содамыз толыққанды еріді, яғни барынша көпіршік пайда болды. Енді осы жерге сары майымызды саламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып араластырамыз. Сары майымыз ыстыққа түскеннен кейін толыққанды еріп, барлығы біркелкі масса болады. Және де бөлме температурасына жеткенше жұмыртқамызға қосып араластырмаймыз. Барлығын суытамыз. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқамызды алып, қантпен араластыра отырып, жақсылап көпіргенше миксермен араластырамыз. Жұмыртқамызды взбивать ететін ыдысымызда, қыздар, 1 капля су болмау керек. Құрғақ ыдыста ғана жұмыртқамызды ақ көпіршікке айландыра аламыз. Егерде су тиетін болса, онда біз ойлағандай, біз қалағандай көпіршік шықпайды. Қантымызды да бірден қоса салмай, аз-аздан салып, толыққанды ерігенше, ақ көпіршік пайда болғанша араластырамыз. Міне біздің қантымыз толық еріді, аппақ көпіршік болды, көтерілді массамыз. Және де жаңағы балды массамыз суыды, бөлме температурасына жетті. Осы массамен жұмыртқаны біріктіреміз. Екі массаны біріктіріп, тағы да бір миксерлеп аламыз, және осыдан кейін барып қана ұнымызды қосамыз. Ең соңында ұнымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, яғни барлығы біріккеннен кейін бірден тортымызды пісіруге кірісеміз. Пешімізді алдын ала 170-180 градусқа қыздырып қоямыз. Және өздеріңіздің қалаған формаларыңызда, диаметрлеріңізде тортты жасасаңыздар болады. Мендегі форманың диаметрі 26, 24 қылып, 28 қылып жасасаңыздар да торттың салмағы өзгермейді. Яғни тек қана көлемін ғана, биіктігі мен көлемін ғана өзгерте аласыздар. 2-2,5 қасықтан салып, осылай тестамызды форманың көлемімен бірдей қылып жайып шығамыз. Және 170-180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз.
Қыздар, корждар ұзақ піспейді, 3-4 минутта қызарады. Яғни әркімде пеш әртүрлі болғандықтан пешке қарап отыруларыңыз керек. Қызарған бетте бірден алып отырасыздар. Корждарымыз міне осындай сап-сары әп-әдемі болып пісіп шығады. Ыстықтай бір-бірінің үстіне қоймаймыз, яғни жабысып қалады, сондықтан суытып қана қолданамыз. Ал енді креміне көшетін болсақ, бұл жерде 2 ағзаттан тұрады крем, яғни сливки 33%, және де сгущенное молоко. Сгущенное молоко менде деп, өте жақсы сгущенное молоко, кремнің дәмі керемет болып шығады, және сливки Чудское озеро. Екеуін біріктіріп, жақсылап араластырамыз, миксерлеп, крем дайындаймыз. Крем жасаудағы тағы бір момент, қыздар, сливкида, сгущенное молокода холодильниктен алынғаны дұрыс. Себебі крем жасаған кезде жақсы араласады, яғни крем сұйық болып қалмайды. Енді қыздар, кез келген ыдыстың көмегімен осылай торттарымыздың корждарын барлығын біркелкі етіп кесіп шығамыз. Бұл кесінділер бізге посыпкаға керек болады, яғни барлығын блендердан өткізіп, торттың посыпкасын дайындайтын боламыз. Міне осылай барлық корждар біркелкі болып шығады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ыдысымызға немесе подложкаға осылай аз ғана кремді жағып алып барып, бірінші коржды қоясыздар, себебі торт қозғалып кетеді. Ыдысқа немесе подложкаға коржды жақпас бұрын осылай міндетті түрде кремді жағып аласыздар, торт бір орында қозғалмай тұрады. Және де кремімізді ортасына жағып, тортымызды жинап шығамыз. Креміміздің барлығын жаққаннан кейін тортты жарты сағатқа холодильникке қойып алыңыздар. Яғни оформлениесін жасағанға крем аздап қатуы қажет. Сол кезде оформлениені жасағанда ешқандай қиындық тудырмайды. Міне жаңағы кесінділерді блендерге салып араластырып, осындай крошка дайындадым. Енді бұл крошкамен тортымызды безендіреміз. Кез келген форматта оформление жасасаңыздар болады, қыздар. Ешқандай оформление жасамай, тек жаңағы посыпканы сепсеңіздер де өте керемет торт болып шығады. Мен осылай үйдегі
жидектерімен әсемдеп шықтым, және шеттеріне сахарная пудра сеуіп қойдым. Тортымызды әсемдеп болғаннан кейін бірнеше уақытқа, яғни 1 сағатқа немесе 2 сағатқа холодильникке қойып қойғандарыңыз жөн. Толыққанды пропитка болады және кремдері қатаяды. Содан кейін барып қолдана берсеңіздер болады. Торт өте дәмді, біздің жанұямызға торт ұнайды. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар.